Кеуіп қалған нанның қоқымдарынан өте дәмді картошка тәттілерін дайындаймыз. Алдымен кепкен нандарды блендердің көмегімен ұнтақтап аламыз. 3 жұмыртқа, 180 грамм қант, 60 грамм сүт, 1 чай қасық қопсытқыш және 2 грамм ванилин салып миксерлейміз. Масса 2 есе ұлғаю керек. Жаңағы нанымыздың ұнтағын салып, тағы да миксерлейміз. 105 грамм ұнға 40 грамм какао салып, ситадан өткіземіз. Лопатканың көмегімен араластырып, сұйық май құйып, тағы да миксерлейміз. Жақсылап араласқан қоспаны пергамент қағаз төселген табаға салып, 170 градус пеште пісіреміз. Қорждарымыз суығаннан кейін осылай әбден майдалап аламыз. 100 грамм қайнап тұрған сливкеға 100 грамм шоколад салып, жақсылап араластырамыз. Қоспамызға құйып, жақсылап араластырып, домалақтап осылай картошка жасаймыз. Картоптарымызды міндетті түрде 1 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Ганашына 150 грамм ақ шоколад, 100 грамм қоңыр шоколад және сұйық май құйып, микроволновкада ерітеміз. Ганаш қатты ыстық болмау керек. Картоптарымызды ұзыншақ затқа шаншып, шоколадқа аунатып, осылай істеп аламыз. Картоптарымыз мұздатқыштан шыққандықтан шоколады тез қатады. Қолға жабыспайтындай болып, әбден қатқан соң какаоға аунатамыз. Енді декорын дайындаймыз. Ыстық суға ақ шоколадты салып, басын кесіп, осылай тамырлар жасап шығамыз. Осымен өте дәмді, өте тәтті картошкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Марияш.